Алтын алмаз алтын өндіруші компаниясы 3 жыл ішінде өндірістік қуаттарды құруға және дамытуға 400 миллион ақш долларын инвестициялады. Бұл туралы компанияның басқарма төрағасы Диар Қанашев мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңірге жұмыс сапары кезінде баяндады. Өндірістік өнімдер көрмесінде компанияның жаңа әлеуметтік жобалары туралы айтып берді. Соңғы 3 жыл ішінде компания 40 тоннадан астам алтын өндірді. Шамамен 130 миллиард теңгеге салық және қызметкерлерге шамамен 282 миллион ақш долларына еңбекақы төледі. Өндірістік қуаттарды құру мен дамытуға шамамен 400 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция тартып, оны толығымен игерді. 2021 жылы іске қосылған қуаттылығы жылына 5 миллион тонна кен құрайтын Ақсу-2 алтын өндіру фабрикасы компаниясының Ақмола облысындағы ауқымды жобаларының бірі болып табылады. Инвестиция көлемі 266 миллион долларды құрады. Соңғы 10 жылда бұл Алтын алмаз акционерлік қоғамы салған және іске қосқан 5-ші фабрика. Алтын алмаз өңірлерді дамытуға инвестиция салуда белсенділік танытуда. Былтыр өңірлерді дамытуға және әлеуметтік жобаларды іске асыруға 1,3 миллиард теңге бөлінді. Компания әлеуметтік жауапты бизнес саясатын іске асыруда. Соның ішінде мемлекет басшысы бастамашылық еткен жайлы мектеп бағдарламасының шеңберінде де жалғастырады. Көрмеде Диар Қанашев Қасым-Жомарт Тоқаевқа Степногорск қаласындағы степ-хаб дарынды балаларға арналған республикалық орталығының жобасын ұсынды. Орталықтың мақсаты өңірдің дарынды жастарын табу, дамыту және кәсіби тұрғыдан қолдау. Алтын алмаз жобаның бастамашысы және инвесторы. Қажетті құрылыс монтаждау және өзге де жұмыстар аяқталып, оқу алаңы жасақталған соң орталық мемлекет меншігіне тапсырылады. Компания сонымен қатар оқыту, қайта оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша стратегиялық әріптес болып табылатын Степногорск тау-кен техникалық колледжімен тығыз жұмыс істейді. Өткен жылы Алтын алмаз колледжге Қазақстанда баламасы жоқ заманауи металлургиялық зертхана сыйлады. Аида Хамитова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.